Сәлем, бүгінгі видео сабақта өзгеше фигураны табуға байланысты есептер шығаратын боламыз. Бұл жерде нақты біздің ойлау қабілетімізді тексеретін есептер болады. Сол үшін өзгеше фигура дегеніміз кейде фигураның түрлеріне қарай, 3 бұрыш, 4 бұрыш, 5 бұрыш деген сияқты. Кейде фигура мен сандар арасындағы байланыс деген сияқты артық фигура болады. Немесе оның қабырғалары саны, бұрыш саны, немесе пішіндері деген сияқты әртүрлі өзгешеліктер болады. Соған байланысты есептер қарастырайық. Мысалы, бірінші есепте өзгеше фигураны табыңыз дейді. Так, мына жерде 3 бұрыштың ішінде 20 тұр, 4 бұрыштың ішінде 15 тұр, 5 бұрыштың ішінде 12 тұр, Жақсылап мән беріп ойланып қарайтын болсақ, яғни мына фигураның бұрыштар санын ішінде тұрған сандарға көбейтетін болсақ 60 шығып тұр. Яғни мына жерде де көбейтейік. 4-ті көбейтеміз 15-ке, ол 60 шығады. Яғни мына жерде тағы да 5 бұрыш бар, оны 12-ке көбейтсек, тағы да 60 шығады. Сосын 1, 2, 3, 4, 5, 6 бұрышты көбейтеміз 10-ға, тең 60-ға. Ары қарай 1, 2, 3, 4-ті көбейтеміз 14-ке, бізде 56 шығып тұр. Мән беріп қарасақ, барлығында 60 сан шығып тұр, тек Е нұсқасында ғана 60-ға тең емес. Яғни өзгеше бізде Е фигурасы екен. Түсінікті ғой? Ары қарай. Мысалы, мына есепке қарайық, өзгеше әріпті табыңыз дейді. Яғни мына жерде қандай өзгеше әріп болуы мүмкін деген ой келеді. Бірден бәрібір алфавиттің бір әрібі ғой деген сияқты. Егер қарасақ, мына жерде 3 сызықтан құралып тұр. Мына жерде де 3 сызықтан құралып тұр. Мына жерде 2 сызық, мына жерде 3 сызық, мына жерде тағы да 3 сызықтан құралып тұр. Демек, С нұсқасы ғана өзгеше болып тұр екен. Барлығы 3 сызықтан құралса, тек С нұсқасындағы әріп қана 2 сызықтан құралып тұр. Түсінікті, яғни өзгеше әріпті, өзгеше фигураны тапқан кезде осындай элементтерге мән беру керек екенбіз. Келесі, өзгеше фигураны табыңыз. Яғни мына жерде С, Д, Е деген фигураларды біз бұрып А түріне келтіретін болсақ, барлығы бірдей фигура. Бұл жерде тек қана Б нұсқасында фигура ғана өзгеше, өйткені мына жоғарыда тұрғаны, былай солға қарап тұр, жоғарыда тұрған қабырғасы. Сол үшін Б фигурасы бізде өзгеше. Түсінікті? Ары қарай. Өзгеше фигураны табыңыз. Так, А фигурасы, одан кейін мына Б фигурасын былай 90 градусқа бұратын болсақ, тура А фигурасы сияқты шығады. Мына жерде екеуі теңеседі. Түсінікті? Мына жерде де кері қарай 90 градусқа бұратын болсақ, тура А фигурасы деген шығады. Одан кейін Д нұсқасында да кішкене былай 45 градусқа бұратын болсақ, тоже А нұсқасындағы фигура шығады. Ал енді мынаны былай қарай 45 градусқа бөлетін болсақ, мына жердегі элементке мән берейік. Мына 3 бұрышымыз бізде бәрінде мына жағында тұрған болса, жоғары бұрышында тұрған болса, мына жақта төменгі бұрышында тұр, боялған бөлігі. Мына бөлігінде тұр, сол жақ бөлігінде. Сол үшін Е нұсқасындағы фигура өзгеше фигура. Келесі, өзгеше фигураны табыңыз дейді. Так, бұл жерде қандай заңдылық болуы мүмкін, немесе қалай біз өзгешелікті анықтай аламыз, барлығы бір формуласы, бір есеп сияқты, барлығы бірдей фигура сияқты дегенде. Так, енді бұл жерде қабырғалар санын есептейік. Мына жерде 1, 2, 3 тұр. Демек, астында да 1, 2, 3 сызық тұр. Яғни бұл жерде жоғарыдағы сызық саны мен төмендегі сызық саны барлығында тең болып тұр. Мысалы, мына жерде қанша? 1, 2, астында 2. Мына жерде 1, 2, 3, 4, 5, астында 1, 2, 3, 4, 5 сәйкес келіп тұр. Мына жерде 1, 2, 3, астында 1, 2, 3 сызық. Яғни мына А, Б, С, Д варианттарында бәрінде бірдей екен, яғни сәйкес келіп тұр. Ал енді Е нұсқасында 1, 2, 3, 4 сызық жоғарысында, астында 2 сызық. Сол үшін Е нұсқасындағы фигура бұл өзгеше фигура. Түсінікті, жалпы өзгеше фигураларды тапқан кезде арнайы формула, арнайы ереже керек емес. Просто так өзіміз қандай заңдылық бар, өзіміздің логикалық ойлау қабілетімізге байланысты бұндай есептерді шығаратын боламыз. Бәрімізге сәттілік, видео астындағы тапсырманы орындайық.